Сәлеметсіздерме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен макасит оқитын боламыз. Жазға арналған өте жеп-жеңіл макасит оқитын боламыз. Ол үшін менің каналыма лайк басып, тіркеліп, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мен осындай макасит оқу үшін осындай табан алдым. Жібек жіп, күрчок 1,75 и булавка керек болады. Алдымен табанымыздың ішіндегі несini ұлтарағын алып тастаймыз. Сосын бисмилля деп бастаймыз. Ал мына жерде бізде өзінің сызығы болады. Табанның ортасында белгіленген өзінің сызығы болады. Сол сызықтан 5 көзді алып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бесіншісінен біз күрчогымызды кіргіземіз. Осылай бесіншісінен кіргіземіз. Қолымызға жіпті іліп, былай алып шығамыз. Сосын бір рет тоқимыз. Міне, осылай тоқимыз. Қалғанда енді екінші көзден біз 3 петля шығарамыз. Екінші көзден 3 петля шығарамыз. 2, 3. Міне, үшінші көзімізден тағы да 3 петля шығарамыз біз. 1, 2, 3. Төртінші көзімізден 2 петля шығарамыз. 1, 2. Сіздер мына жіпті ішіне қаратып, ішіне қалдырып, тоқып жіберулеріңіз керек. Қатты қысып тоқымаңыздар. Қатты бос болып та кетпесін. Орташа қылып тоқыңыздар. Енді біз 3 петля аламыз мына жерден. 3. Үш петля аламыз. Енді тағы да 3 аламыз. Тағы да 3 алдық. Келесіде 2 аламыз. 2 алдық. Енді сіздерге түсінікті болды ма? 3 петля алдық. 3 петля алдық. 2 алдық. 3, 2 алдық. Сіздер дәл осындай, мына жерде өзінің көздері бар. Мына көзде 2 петля алдыңыздар ма? Келесіде 3 петля аласыздар. Тағы да 3 петля аласыздар. 2 петля аласыздар. 3 петля, 3 петля, 2 петля аласыздар. Сөйтіп айналдырып, соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей құрметті көрермендер, мен де осылай айналдырып тоқып шықтым. Енді соңғы несіне келген кезде біз мына екеуін біріктіреміз. Жаңа бірінші тоққан жеріміз бар ғой, сол екеуі ортасы ашылып қалмау үшін біз осылай біріктіріп, осылай біріктіреміз. Біріктіргеннен кейін біз мына бір көз алдына жылжып тоқып бастауымыз керек. Ол үшін осылай алға жылжисыздар. Осылай алға жылжимыз. Тағы бір көз жылжи салайын ба деп тұрмын.
міне алға жылжисыздар, осылай кішкене бір көз алға жылжисыздар. Сосын как обычно бір петля алып аласыздар. Әр көзден бір-біреуден алып тоқып кете бересіздер. Дәл осылай әр көзден бір-біреуден алып әр көзден бір-біреуден алып тоқып, қайдан бастадыңыздар, соның турайсына дейін тоқимыз. Осылай табан жағын ғана. Қай көзден примерно мен осы жерден тоқтатамын қазір. Мына жерге дейін. Осылай белгілеп аласыздар өздеріңіз. Үш жерге дейін қаз айналдырып, осылай простой немен тоқып шығамын мен. Осылай тоқып шығасыздар. Міне мен тоқып шықтым. Екеуі бірдей болды менде. Енді мынаны булавкамен бүйтіп қыстырып қоямын. Сосын жібімді былай қарай тағы да алып өтемін. Жіпті алып өтем да, тоқып бастағанда біздер әр қосылғанда біз 3 көз тастаймыз. 1, 2, 3. 3 көзден алға қарай жылжып, осылай бір көзді алып аламыз, біреу тоқимыз. Екінші көзге тағы да біреу тоқимыз. Үшінші көзге тағы біреу тоқимыз. Енді тоқуды жалғастыру үшін біздер әр көздің әр көздің астынан бір петля алып жүріп шығамыз. Құрметті көрермендер, мен айналдырып тоқып шықтым астымен бірдей. Енді жібімді былай қарай өткіземін. Жібімді осылай өткіземін мына жерге. Мына шетінен біз 3 петляны 3 петля қалдырып, осылай 3 петлядан кейін бастаймыз. Біз мынаны жалғастырып бастамаймыз. 3 петля алға жылжып, сосын жібімізді былай алып шығып тоқып бастаймыз. Осылай бір рет тоқимыз. Екіншісінде тоже осылай обычный тоқимыз. Үшеу тоқыдық па? Енді біз әрбір көзден бір-біреуден әрбір көзден осылай тоқып кете береміз. Соңына дейін әрбір көзден бір петлядан алып осылай тоқимыз.
осылай тоқимыз. Мына жіп бізде ішіне қалып отырады, ішіне кіргізіп тоқып жібересіздер. Осылай соңына дейін тоқимыз. Міне құрметті көрермендер, мен айналдырып тоқып шықтым. Соңғы несіне келдім. Соңғысына келген кезде мына булавканың астында петля бар ғой, сол жерге крючогымды кіргіземін и жібімді алып шығамын. Крючоктың ішіндегі жіпті крючокқа өткіземін. Міне үшеу болды, иә. Енді жіпті орап алып, үшеуіні бірге осылай шығарып тастаймын. Түсінікті ғой, иә. Енді жаңа біз мына жерден 3 петляны артық алдық, иә. Енді тағы да біз осы жерден 3 петляны осылай тоқып аламыз. Міне осылай 3 петляны осылай тоқып аламыз. Мынау екіншісі 3 петляны тоқып алдық. Қайттан булавкамызды қыстырып қоямыз осыған. Міне булавкамызды кіргізіп қойдық. Сіздер былай қарап отырыңыздар. Мына екі жағы тең болу керек бізге. Қарап отырыңыздар осылай. Сосын төртінші қатарда тағы да біз осылай жібімізді алып өтеміз. Жібімізді алып өткеннен кейін тағы да мына жерден 3 петля біз алға қарай жылжып тоқып бастаймыз. 3 петляны алға қарай. Әр тоқығанымызда біз 3 жылжып алға қарай жылжып бара береміз осы жаққа қарай. Мына бірінші петлям, екінші петлям, 3 петляны алдық. Енді біз жаңа немен тоқыдық қой, иә. Келесіде біз тек қана астынан алып тоқып отырамыз. Астынан алып тоқып кетеміз. Мынаны жай тоқыдыңыздар. Ой. Қазір. Сіздер мынаны жай тоқып кеттіңіздер, иә. Енді жай тоқығаннан кейін бұны тек мынандай астынан петляны алып, астынан тоқимыз. Барлығын осылай астынан алып тоқып шығамыз. Әр петляның астынан алып тоқисыздар. Осылай. Бұл табаны болғандықтан өте не дейді? Мықты ұстайды табанды. Қатты болады и қалыңдау болып тұрады. Табанынан қатты ұстайды. Сондықтан біз бір рет жай тоқып аламыз да, екінші рет астынан алып тоқып шығамыз осылай. Мынау жай тоқыдық и мынада тек астынан алып осылай тоқып шығамыз.
Тек қана астынан аламыз. Соңына дейін тоқимыз қазір. Міне құрметті көрермендер, мен соңына келдім. Енді соңына келген кезде сіздер тағы да 3 петляны жай алға қарай тоқып аламыз. Өйткені мына жақтан 3 петляны жай тоқып алдық қой, енді мына жағы да бірдей болу керек бізге. Сол үшін 3 петляны алға қарай жай ғана тоқып аламыз. Сосын булавкамызды қайттан орнына қыстырып қоямыз. Қыстырып қойдық. Сіздер бақылап отырыңыздар, мына жері бірдей болу керек. Екі жері тегіс болу керек, бірдей болып. Сосын жібімізді бұлай қарай тағы алып өтеміз. Алып өткеннен кейін тағы да 3 петля біз алып аламыз алға қарай. Әр осылай жүрген кезде 3 петляны мына жағынан да 3 петля, мына жағынан да 3 петля қосып отырасыздар. Осылай қосып отырамыз. Келесіде біз обычно осылай ғып тоқимыз. Әр көзден бір үйден алып, бір көзден алып, осылай тоқып шығамыз соңына дейін. Соңына дейін біз әр көзден бір үйден алып, осылай ғып тоқып шығамыз. Міне құрметті көрермендер, мен жай тоқып алдым. Осылай енді соңғы қатарына келдім. Соңғы қатарына біз булавканың астынан көзден кіргіземіз. Бір петляны алып шығамыз осылай. Сосын булавкаға қыстырып қойған жібімізді аламыз, күртшоққа іліп аламыз. 3 болды. Енді ол 3-ні бірдей осылай ғып шығарып аламыз. Сосын тағы да алға қарай 3 петляны қосып тоқимыз. 3 петляны осылай қосып тоқимыз. Алға жылжып кетіп баратырмыз. 3 петляны қосып тоқыдым. Күртшөгім қайттан ілемін. Іліп қоямын күртшөгімді қайттан. Сосын жібімді қайттан бұлай қарай алып өтемін. Мына жерден тағы тоже 3 петляны қайттан 3 петля алға қарай тоқимыз. Бірінші петлям. Екіншісі. Үшіншісі. Енді бізде жай тоқымаймыз бұл жерден. Жай тоқымаймыз. Бір рет үстінен алсақ, бір рет астынан аламыз. Солай тоқып кетеміз. Бір рет үстінен алдым, енді астынан аламыз. Үстінен аламыз. Астынан аламыз петляны. Мына жерден үстіндегі бір көзден бір петляны тоқимыз жай ғана. Екінші рет мына петляның үстіден алмаймыз, астынан аламыз. Үстінен аламыз. Астынан аламыз.
üstünden alamız, астынан alamız. Сөйтіп соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей достар, сіздерге түсінікті болу үшін мен қайтадан қостым. Түсінікті болу үшін сіздерге қайтадан тоқиым деп шештім. Мына петляның үстінен аламыз, қараңыздар. Үстінен мына жерде бір петляның үстінен аламыз, тоқимыз. Екіншісінде үстінен алмай астынан аламыз. Міне осылай тоқимыз. Тағы да үстінен аламыз, астынан аламыз, үстінен аламыз, астынан аламыз. Осылайша соңына дейін үстінен астынан алып, осы бір қатарды соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей құрметті көрермендер, мен соңына жеттім. Енді тағы да 3 петляны алға қарай тоқып аламыз. Мінекей осылай 3 петля тоқып аламыз алға қарай. Үш петляны тоқып алдық. Булавкамыз қайттан қыстырып қоямыз. Сосын бұлай тегіс келе жатыр ма өлшеп қоюымыз керек. Жібімізді тағы да бұлай қарай өткіземіз. Өткізгеннен кейін тоже мына жерден 3 петляны алға қарай тоқимыз. Осылай өткізесіздер. Үш петляны осылай тоқимыз жай ғана. Енді жаңағы біз тоқығанымыздай бір астынан бір үстінен дедік қой. Соны біз не дейді? Астынан алғанымызды үстінен аламыз, үстінен алғанымызды астынан аламыз. Сөйтіп тоқып кетеміз енді. Осы қатардан мына жерден көрінеді, өзі екінші қатарда неде біз мына жерде астынан алғанбыз, иә? Астынан алғанбыз. Бұны біз үстінен аламыз. Тоқығаныңызды петлясы өзі қалай тоқылғаны көрініп тұр. Мына жерде біз үстінен алғанбыз, енді бұны астынан аламыз. Мынау астынан алынған петля. Бұны біз үстінен аламыз. Үстінен алдық. Мынау үстінен алынғанды астынан аламыз. Дәл осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Негізі бұл қатардан біз 8 қатар тоқуымыз керек. Біз жаңа бір қатар тоқыдық. Мынау екінші қатарымыз. Осы қатардан біз 8 қатар тоқуымыз керек. 8 қатар тоқимыз. Әр нені бастаған кезде, басына жеткенде, аяғына жеткенде мына жерге 3 петлядан қосып отырамыз. Басынан бастасақ 3 петля алға қарай қосып тоқимыз. Аяқ жағына келген кезде 3 петля артық тоқимыз. Дәл осы узормен мына жіптеріңізді біз ішіне қаратып тоқып жібересіздер. Міне өздеріңіз кішкене не дейді, байқаған шығарсыздар. Мынау астынан алынған петля. Бұны мен үстінен алдым. Енді мынау үстінен алынған петляны мен астынан аламыз. Бұлай шығарамын.
тоқимын. Келесіде келесіні үстінен астынан алынған петля мен үстінен аламын. Міне құрметті көрермендер, мен 7 қатар тоқыдым, дәл осындай узормен. Енді 8 қатар тоқуымыз керек. Қазір бір қатарды сіздерге тағы да жалғастырып көрсететін боламын. Жібімді бұлай алып өтемін, мына бетке осылай алып өтемін. Мына жерден тағы 3 петляны алға тоқып аламын. 1, 2, 3 петляны тоқып аламын, осылай. Үшінші петлядан алдым, осылай тоқыдым. Жай ғана 3 петляны жай ғана осылай тоқимыз. Обычно. Сосын қалған нені жалғастырып кетеміз. Бір үстінен, бір астынан тоқып жалғастырып кетеміз. Bir üstünden, bir астынан. Осылай жалғастырып кетеміз. Бірінші қатарында ғана сіздерге қиын болуы мүмкін, бірақтан екінші, үшінші қатарда уже тоқудың нелері көрініп тұрады сіздерге. Астынан тоқылғанды үстінен алып, үстінен тоқылғанды астынан алып кете бересіздер осылай. Мына жерде үстінен алынған, астынан алынған. Мынау астынан алынған, үстінен алынған, солай болып кете береді. Міне осылай астынан аласыздар. Астынан алынғанды үстінен аласыздар. Үстінен алынғанды астынан аласыздар. Астынан алынған болса, сіздер үстінен аласыздар. Сөйтіп, соңына дейін тоқимыз. Осылай. Соңына дейін тоқимыз, осылай. Осылай тоқисыздар. Басына бастағанда біз мынандай узормен 2 қатар тоқыдық. 2 қатар тоқыдық. Мынандай басқа узормен біз 8 қатар тоқимыз. 8 қатар тоқимыз. Қазір менде ең соңғы қатары 8-ші қатардамын. Соны жеткізіп, соңына жеткіземін қазір. Сосын біз алдын тоқитын боламыз. Міне достар, соңғы қатарына келіп жеттім. Енді мына жерін біздер дәл жаңағыдай астынан үстінен алып тоқып, соңына дейін тоқимыз. Осылай. Біреуін астынан, біреуін үстінен. Осылай тоқимыз. Мына жерге келгенде булавканы астындағы көзден бір рет жібімізді алып шығамыз. Сосын булавканы қайттан булавканындегі жіпті күршыққа өткіземіз. Осылай күршыққа өткіземіз. Үшеуіні бірдей шығарып аламыз осылай. Сосын келесі көзден біз жай ғана 3 көзді тоқып аламыз. 1, 2, 3. Міне жай ғана 3 көзді тоқып алдық. Қайттан булавкамызды қыстырып қоямыз. Міне менде осылай болып шықты. Мына жерде осылай болып қия болып келеді, осылай. Қараңыздар.
Сосын біз мына күршіктағыны аламыз. Күршіктағыны булавкадегіні күршікқа өткіземіз. Әр немен не дейді? Әр көзден бір-біреуден петляны алып, осылай тоқып, жай тоқимыз. Айналдырып тоқимыз. Міне құрметті көрермендер, мен бір рет айналдырып шықтым шетіні. Осылай бір рет жай тоқып, айналдырып тоқып шықтым алдымен. Енді біз осылай айналдырып тоқығанды бір рет болды, енді 3 рет, негізі 3 рет тоқып шығамыз, осылай айналдырып. Әр көзден бір-біреуден осылай айналдырып 3 рет тоқып шығамыз. Мінекі құрметті көрермендер, мен 3 қатар осылай тоқып шықтым. 3 қатар тоқыдым, осылай айналдырып 3 қатар тоқып шықтым. Енді біз 4-ші қатарыны мына жерде қалдық. Жібіміз осылай алып келеміз. Тағы да жаңағыдай жай тоқумен, осылай жай тоқумен тоқып, сол жерге ғана турайсыны ғана әкеп қойып қоямыз. Мына жібімізді мына турайсына алып келіп тоқып келеміз да, жай тоқумен. Әр көзден бір-біреуден алып, жай тоқумен тоқып келеміз да, жібімізді осылай қайда тоқтадық, сол жерге әкеп қоямыз. Мінекі құрметті көрермендер, мен айналдырып тоқып әкелдім. Мына жерде 4 қатар болды. 4-ші қатарымды мен айналдырып мына жерге әкеліп қалдырдым. Булавканы қыстырып қоясыздар осылай, шығып кетпеу үшін. Сосын мынау табанды өзіңізге қаратып аласыз. Жібіңізді бұлай алып келесіз. Мына жерде бізде өзінің арнайы сызығы бар ортасында. Сол сызықтан белгілеп аламыз. Белгілеп алған кезде мына жерден 4 көз тастап, мына жіптеріңізді бұлай алып келесіздер. Мына жерден 4 көз санайсыздар, ортасын белгілеп алғаннан кейін санайсыздар. 1, 2, 3, 4 көз. Міне осылай 4 көзді санап, 4-ші көзден күршікті кіргіздік. Осылай бір тоқып аласыздар. Осылай тоқып алғаннан кейін бізге 2 не дейді, жай воздушный тоқимыз. Осылай тоқимыз. Не аламыз? Накид аламыз. Накид алғаннан кейін мына жерде 3 көзді, 1, 2, 3 көз, 3-ші көзден біз не тоқимыз? 3 көзді тастап, 1, 2, 3 көзді тастап, 4-шісінен жай осылай накидпен осылай тоқимыз. Сосын накид алып, булавканы алып тастайсыздар. Булавканың орнына да бір столбик тоқисыздар. Бір столбик тоқисыздар. Сосын накид алып, 3-ші столбикті тоқисыздар.
Міне. 3 столбик тоқылды. Тағы да 2 воздушный петля алып аламыз. Накид алмай, мына жерден санайсыздар. 3 петляны санайсыздар. 1, 2, 3 петляны санап, 3-ші петлядан күрчөктарыңызды кіргізіп, бұлай алып шығасыздар, сосын тоқисыздар. Міне, тоқыдым. Енді бұл жерге булавкаңызды қайттан кіргізіп, қойып қоямыз. Міне, кіргіздім, қойып қойдым. Бұл бірінші қатар, е. Енді екінші қатарына өтеміз. Жібімізді мына жаққа алып өтеміз тағы да. Мына жіп тұра береді. Тоққан кезде ішіне кіргізіп тоқып жібересіздер. Жіптеріңізді былай қарай алып өтесіздер. Мына жерден тағы да 3 петля санайсыздар. 1, 2, 3 петля санайсыздар. 3 петля санап, үшіншісінен жіпті алып шығасыздар күрчөктарыңызбен ілініп. Сосын бір рет тоқып, 2 рет жаңағы петля алып аласыздар. Воздушный. Накид алып, накид алған соң, жаңағы тоққан мына жеріміз не болды ғой, е? Сол жерден біз 3 столбик шығарамыз. 3 столбик шығарамыз, осылай. Үш столбик шығардық. Енді 2 воздушный петля алып аламыз. Накид аламыз. Екінші несіне барамыз. Мынадан аттап өтіп кетеміз. Міне, осылай екінші көзге барып, тағы да 3 столбик накид жасаймыз. Үшінші столбикте біз бұлай накид аласыздар ғой, е? Сосын жіптеріңізді шығарасыздар. 3 петля болып тұр, е, күрчөкта. Сосын 4-шісіні уже күрчөктағы петляны іліп, петляны аласыздар. Сонда бізде күрчөгімізде 4 жіп тұр, е? 4 петля тұр. Сол үшеуіні бір рет шығарасыздар. Екеуіні бір рет шығарасыздар. Сөйтіп, 2 воздушный тағы аласыздар. 2 воздушный аласыздар. Мына жерден 3 петляны санайсыздар. 1, 2, 3 петля санап, үшіншісінен күрчөктарыңызды кіргізіп, жіпті алып шығамыз осылай. Сосын бір рет тоқимыз. Міне. Бір рет тоқимыз. Тоққаннан кейін тағы да күрчөк булавкаларыңызды қыстырып қоясыздар. Міне бұл екінші қатарымыз. Үшінші қатарға келген кезде тағы да 3 петляны, мына жерден 3 петляны санап аласыздар. 1, 2, 3-ші петлядан жаңағыдай жіптеріңізді шығарасыздар. Міне, жіптеріңізді осылай шығарасыздар. Мына жіптеріңіз қатты тартылып қалмау керек. Тоққанда ішіне кіргізіп тоқисыздар. Бір рет тоқып аламын. 2 воздушный петля алып аламын. 2 накид алып, жаңағы алған көзіміз бар ғой, сол көзден тағы да 3 столбик шығарамын. 3 столбик шығарамын осылай. Екі петляны жай аламын. Накид алып, тағы да бос көзден 3 столбик шығарамын. 3 столбик шығардым. 2 воздушный аламыз.
Тағы бос көзден 3 столбик шығарамыз. Үшінші столбикті біз осылай жібіңізді алып шыққаннан кейін жаңа булавкідегі не дейді? Булавкідегі петляңызды іліп аласыздар күрчокқа. Күрчоктарыңызда 4 петля болады. Үшеуіні бір шығарасыздар, екеуіні бір шығарасыздар. Сосын 2 воздушный петля алып, тағы да мына жерден санаймыз. 1, 2, 3-ші петлядан біз жаңағыдай не алып аламыз. Петлямызды шығарамыз. Сосын булавкамызды қайттан қыстырып қоямыз. Осылай. Қыстырдым. Бұл 3-ші қатар, е? 4-ші қатарымызды дәл осылай 3 петляны санаймыз. Мына жерден күрчогымызды кіргізіп, тоқып бастаймыз. Әр мынау 2 воздушный алынған орталары, мына бос көздерге 3 столбиктен тоқып шығасыздар. Міне менде екінші пары дәл осындай 5 қатар тоқуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5. 5 қатар тоқисыздар, сосын ортасындағы гүліні бастап кетеміз. Мінекей құрметті көрермендер, мен мына жерден 6 қатар тоқыдым. Сіздер мына жеріне де мұқият қарап тоқыңыздар. Екі жағы бірдей келу керек. Сол жеріне де қарап тоқыңыздар, е? Мен қазір 6 қатар тоқыдым. Уже 7-ші қатардан біз мына ортасындағы петляны мені белгілеп алдым. О жерге де тоқыдық, 3 столбик тоқыдық. Келесіден 3 столбиктің үстінен тоқимыз. Сосын мына жерінен де бір-біреуден қосамыз. Сонда общий 5 не шығады? 5 столбик шығады. Дәл мынадай біз алдына не дейді? Узор салып тоқуымыз керек. Мына жерде 3 столбик тұр ғой, келесіде 5 столбик, одан келесіде 7 столбик, одан келесіде 9 столбик, сөйтіп екеуден қосылып кете береді. Соны біз 4 қатар тоқуымыз керек. Қазір мен кішкене тоқумен көрсетіп жіберейін. Мына жерден 1, 2, 3-ші петлядан біз аламыз жібімізді. Қатты тартылып та қалмау керек, қатты кеңде болып кетпеу керек. Мына жердегі жібіміз. Міне, петляны бір тоқып алдым. 2 воздушный петля аламын. Накид аламын. Мына жерде қалған көзімізден 3 столбик шығарамын. 3 столбик шығардым. Тағы да 2 воздушный петля алып аламын. Накид аламын. Мына жерде көзімізден 3 столбик тоқимын. Екі воздушный столбик тоқимын. Екі воздушный. Міне мен ортаңғы неге келіп қалдым. Енді біз мына жерден 3 воздушный алмаймыз.
bir stolbik осылай алып аламыз. Bir stolbik алып алдық. Тағы да накид аламыз. Мына 3 stolbiктің үстінен тағы да 3 stolbik қосып тоқимыз. Міне 3 stolbikті тоқыдық. Келесіде тағы накид алып, мына көздің ортасынан тағы бір stolbik тоқимыз. Ортасына сіздер воздушный алмайсыздар. Тоқыдым. Енді тағы да жалғастырамыз. 2 stolbik аласыздар. Тағы накид алып, келесі көзден біз уже 3 stolbik алып, жалғастырып тоқып кетеміз. Жалғастырып тоқып кетеміз. Соңына дейін тоқимыз. Мына бұрынғы булавкаңызды қосып, қосып тоқып кетесіздер. Сосын булавканы алып тастауға болады. Келесі қатарда уже біз жіпті қайттан былай қарай өткіземіз. Булавкаңызды қыстырасыздар мына жерге. Қайттан өткіземіз. Мына жерден 3-ші петляда 2 петляны қалдырасыздар. 3-ші петлядан жібіңізді алып шығып, жаңа қалай тоқыдық, солай тоқып келеміз. Ал мына жерге келгенде 3 stolbik тоқимыз, мына жерге келгенде 1 stolbik тоқимыз. Сосын мыналардың өз-өзінен бір-біреуден stolbik шығарып отырамыз. Мына бір көзден де 1 stolbik қосып тоқимыз. Сонда бізде мына stolbikіміз 5 болды ғой. Келесі stolbikіміз уже 5, 6, 7 stolbik қосылады мына жерден. Одан келесінде 8 stolbik қосылады. Дәл осылай қосылып кете береді. Мінекей құрметті көрермендер, менде осылай тоқылды. Алды жағы. Енді мен қайттан тоқимын. Келесі қатардан біз уже мына жерден 2 stolbik қалдырып, 3-сінен тоқымаймыз. 1 stolbik қалдырып, 2-сінен тоқимыз. Жіптеріңізді алып шығасыздар осылай. Жіптеріңізді алып шығып, біреу тоқыдым. Біреуін тоқып алдым. Накид алып, алдыңғы қатарда мына жерде 2 воздушный алдық қой, оны алмаймыз уже. Бір тоқып алып, уже тоқып кете береміз ары қарай. Үш воздушный, 3 stolbik алдық. 2 воздушный аламыз ортасынан. Тағы да 3 stolbik аламыз. Тағы 2 воздушный аламыз. Воздушный аламыз. Келесіден біз мына жерде 3 stolbik алмаймыз, 1 stolbik аламыз. Енді мына stolbiktардың әр біреуінде бір-біреуден stolbik алып шығарамыз.
бесеуін істейміз. Bir, екі, үш, төрт, бес столбик істедік. Енді бір воздушный алып, бір не дейді, столбикті қалдырып, екіншісінен кіргіздік. Осылай төрт бір не алып алдық. Мына жағынан да 5 столбик шығардым, мына жағынан да 5 столбик шығардым. Ортасында не дейді, квадратный көз тастадым. Енді екі воздушный аламын тағы да. Екі воздушный алып, 3 столбик шығарамын бұл жерден. Тағы да екі воздушный аламын. Тағы 3 столбик шығарамын. Тағы екі воздушный аламын. Соңғысына тағы да 3 воздушный аламын. Мына кеталу керек. Үш столбик алдық. Енді үшінші столбикте біз не аламыз? 3 петля болды. Төртіншісіне біз недегі жіпті алып аламыз. Плавкадегі жіпті өткіземіз. Үшеуіні бір өткіземін, екеуіні бір өткіземін. Енді келесіде екі воздушный алмаймыз. Бір петляны қалдырып, екінші петлядан біз уже тоқимыз да. Келесіде плавканы қайттан орнына қойып қоямын. Келесі қатарда тағы да бір көзді тастап, екінші көзден осылай тоқимын. Бір рет қана тоқып аламын. Накид алып, мына жерден тағы да жалғастырамын. 3 столбик аламын. Екі воздушный аламын. Дәл осылай жалғастырып, мына жерге келемін. Мына жерде 5 столбик тоқыдым. Енді екі воздушный аламын. Не алып, ортасынан бір столбик жасаймын. Тағы да екі воздушный аламын. Бір столбикті тастап, екіншісінен
тоқимын осылай. Қалған столбиктерді осылай жалғастырып кетемін. Міне осылай шықты. Қалған столбиктерді осылай өз-өзінен столбик тоқып, мына көзге де столбик тоқимын. Бір столбик. Сол кезде менде 5 столбик болды. Мінекей құрметті көрермендер, мен бұлай тоқып келдім. Жібімді алып өттім мына жерге. Енді мына жағынан бастап, мына жерде 2 воздушный алынбайды, уже 2 қатардан бері 2 воздушный алмаймыз. 3 столбик тоқыдық. Тағы да 3 столбик тоқимыз қасынан. Ортасынан воздушный алмаймыз енді. Мына жерлерде воздушный алдық қой, ортасында. Енді алмай тоқимыз. Воздушный алмай тоқимыз. Дәл осылай воздушный алмай 2 қатар тоқимыз. Мына жерден бір ғана воздушный аламыз. Бір ғана столбик аламыз. Қалған столбиктерді өз орнында тоқып, соңғы біреуін ғана қалдырып қоямыз. Bir, 2, 3, 4, 5. Міне соңғы біреуін қалдырдым. Бір воздушный аламын. Накид алып, мына жерден мен тоқимын. Бір столбик. Ортадағысынан тағы бір столбик. Мына шетінен тағы бір столбик. Сонда менде 3 столбик болып шықты. Осылай. Тағы бір воздушный аламын. Біреуін қалдырып, екіншісінен тоқимын столбик. Қалған нелерді өздеріңіз қалай столбик тұр, солай үст-үстінен тоқи бересіздер. Үст-үстінен тоқисыздар. Бірақ мына жерде біреуін қосып кетесіздер. Бір столбик тоқыдым. Осылай. Осылай шықты. Жаңа бір столбик болды. Енді 3 столбик келесі қатарда 3, 4, 5 столбик қосылады мына жерге. Мына жерін біз обычно қалай тоқыдық, солай тоқып кете береміз. Ортасына воздушный алмай тоқимыз. Осылай. Екіншісін тоқимын. Үшеу күрчекке іліп алдым. Енді біздер булавканың ішіндегісінде осылай күрчекке іліп аламыз.
үшеуіні бір шығардым, екеуіні тағы бір шығардым, е. Сонда бізде мына жерден бір петля қалдырып, екіншісінен ғана тоқисыздар. Осылай. Тоқып, қайттан булавкамызды қайттан кіргізіп қоямыз орнына. Енді біз соңғы қатарына келдік. Соңғы қатарында бұлай жібімізді алып өтеміз тағы да. Бір петляны қалдырып, екіншісінен сіздер бұлай өлшеп тұрыңыздар бірдей болу үшін. Бірінші петляны қалдырып, екінші петлядан жібімізді алып шығамыз. Осылай. Жібімізді алып шығамыз. Бір рет тоқимыз. Воздушный аламыз. Мына ортасынан, мына шетінен 3 столбик шығарамыз. Дәл осылай тоқып кете бересіздер. Қазір мына жерге келгенде бір столбик аласыздар. Қалған столбикті өзінің орнында тоқисыздар. Соңғы бір столбикті ғана қалдырып кетесіздер. Бір, екі, үш, төрт, бес. 5 столбик болу керек бізде. Барлығы 5 столбик. Бір, екі, мынауда 5 столбик, мынауда 5 столбик, мынауда 5 столбик, мынауда жан жағыда барлығы 5 столбиктан. Соны санап отырыңыздар. Бір воздушный аламын. И ортасы неге бір столбик жасаймын. Міне 4 көз болып шықты. Квадрат. Келесіде әр столбиктің орнына осылай тоқимын. Келесіде столбик жасаймын. Мына екеуінің ортасынан тағы бір столбик шығарамын. Бір воздушный аламын. Бір столбикті қалдырып, екінші столбиктен тағы бір столбик шығарамын. Міне. Сол кезде бізде осылай не шығып жатыр. Енді тағы да мына жағынан 5 столбик санап тоқимын. 1, мынаумен 2, міне осылай тоқыдым. Жанына жаңа қалай тоқыдық, солай тоқимыз. Міне достар, мен осылай тоқыдым. Мына жері бізде мына жеріне жаңа бастадық қой. Сол 5 қатар болды. Мынау 1,
2, 3, 3 петля болғаннан кейін мына жерде уже 5 петля болды. Одан кейін 5-тен 7 петля болды. Екеуден қосылып, осылай петля көбейіп, осылай узор шықты менде. Сонда біз мына жерін 5 қатар болып тоқыдық. 1, 2, 3, 4, 5. 5 қатар тоқыдық. Енді біз блавкымды қайттан қыстырып қойдым орнына. Тоқып келген соң, енді біз артын тоқимыз. Артына жібімізді былай алып өтеміз. Жіпті алып өткен соң, ортасын біз белгілеп аламыз. Ортасын белгілеп алғаннан кейін, мына жағынан 5 петля, мына жағынан 5 петля санап, 10 петляны 2 рет, не дейді, 2 рет тоқып шығамыз. Жіптеріңізді былай қылып өткізіп алдым. Енді жай тоқумен әр петляның үстінен бір осылай тоқып кете беремін. Бірақ сіздер санап отырыңыздар, ортасын ажыратып алыңыздар. Мына жағынан 6 петля, мына жағынан 6 петля. Сонда общий 12 петляны біз тоқуымыз керек. Бұл арты табаны. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петля осылай болды. 12 петляны тоқып алдым. Енді біздер мына жерге плавка қадап қоямыз. Жібімізді алып өтеміз. Мына жерден бір петляны қосып, дәл осылай тоқисыздар. Бізде екінші қатар тоқып болғаннан кейін айналдырып 2 қатар тоқимыз. Қазір сонымен біздің аяқ киіміміз дайын болады. Плавканың ішіндегіні күршікқа өткіземіз. Күршікті да бірге тоқып тастаймыз. Мына жерден бір петляны тоже қосып, осылай тоқимыз. Қосып тоқисыздар. Қайттан плавканы қыстырып қоямыз.
2 қатар тоқып алдық. Бізде ол табан болып есептелінеді. Енді біз 2 қатар тоқып алдық. Тағы арт жағын 2 қатар тоқып алдым. Енді біз мына жіптерімізді бері қарай алып келесіздер. Соңғы петлядан жіптеріңізді шығарып аласыздар. Тоқып аласыздар. Сосын бізде ортада бір петляны, бір столбик қалдырып, екіншісінен тоқып кетеміз. Өйткені жіп қысқартамыз. Өз-өзінен жай тоқып кетеміз. Осылай айналдырып тоқып, 2 рет 2 қатар тоқимыз. Өз-өзінен жай осылай тоқыдым. Мына жерге келгенде тағы бір петляны қалдырып, екіншісінен тоқып кетесіздер. Өйткені тек алды жағынан кішкене қысқарту болады бізде. Үстіңгі жағынан бір петляны қалдырып, екіншісіні қысқартып кетесіздер. Сосын айналдырып тоқып, мына жерге келесіздер, бір қатар. Екінші қатарда тоже тағы мына жерінен қысқартырасыздар. Қазір бір қатар айналдырып шығайын. Мына жерге келгенде мен қысқартырамын. Міне, құрметті көрермендер, мен бір қатар тоқып шықтым. Осылай айналдырып тоқып шықтым. Жаңағы жерге келдім. Енді бұл жерден тағы да бір көзді қысқартырамыз. Булавка дегені шығарамыз. Осылай күршекқа іліп аламыз. Мына жерден бір көзді тоқымай, екінші көзден тоқып кетеміз, сразу қысқартып. Қалған көздерді өз-өзінен тоқимыз. Жай тоқумен жаңағыдай екінші қатарын тоқып шығамыз. Осылай жай тоқумен екінші қатарын тоқып шығамыз. Осылай айналдырып тоқып шығамыз. Келесіздер, мына жерге келгенде тоже бір петляны тоқымай, екінші петляға өтіп кетесіздер, сразу астыңғы петляға. Сонда біз екі жағынан кішкене жіп қысқартырамыз. Мына, құрметті көрермендер, мен екі қатар тоқып шықтым, айналдырып. Мен дайын болды. Мына жерде жіпімізді алып тастаймыз. Жаздық аяқ киім. Осылай болып шықты. Өте әдемі.